Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жиын. Мынадай заттар берілсін. 1 деген сан берілсін. 3,1 деген ондық бүршек берілсін. Мынандай элемент берілсін. Гүл берілсін. Машина берілсін. Мынандай адам берілсін. 8,7-1 деген сан берілсін. Және мына жердегі бір тағы бір сан болсын 5. Енді осы кейбір элементтерді, осы жерде тұрған заттарды топтап алайық. Қараңыздар, мен былай топтап аламын. Осы жасыл түспен топтап алғаным жиын деп аталады. Ол жиын деп аталады. Мына жасыл түсте топтап алғаным жиын деп аталады. Ал осы топтаудың ішіндегі әрбір зат, мына машинка, мына адам, мына 5, мына 8,7-1, 3,1, ол жиынның элементі деп аталады. Яғни, мына жасыл түсті қоршауымыз, ол жиын. Оның ішіндегі әрбір затымыз, ол элемент. Енді осы жиынға бір атау берейік. Жиынға атауды береді көбінде латын алфавитінің бас әріптерімен. Бұл бізде бұған біз ат қойық мынандай. Бұл бізде А жиыны болсын. Бұл бізде жасыл түсті қоршалған жиынымыз А жиыны болсын. Енді жаңа символдар енгізіп кетейік. 2 символ бар, ол бізде мынандай символ аталады, ол тиісті. Ал мынандай символ, ол тиісті емес. Ага, что-то знакомое, мы это в 4 или в 3 или в 2 классе. Одан кейін, егер мына жиынның ішінде бірде-бір элемент болмаса, ол жиынды атайды бос жиын деп. Мысалы, мына жерде бір жиынды көрсетейік. Мына бізде жиынымыздың атауы болсын Б. Осы жиын бізде бос жиын. Өйткені жиынның ішінде бірде-бір элемент жоқ. Оны көрсетеді былай. Б жиыны тең дейді. 0 сызады және 0-ді сызып тастайды. Бұл білдіреді бос жиын дегенді. Бос жиын. Енді мына жерде қараңыздар. Тиісті және тиісті емес деген сөзіміз, ол білдіреді мына нәрсені. Мысалы, мынау А жиынында мына машина тиісті, яғни сол жиынның ішінде жатыр. Ал мына 1 деген санымыз осы жиынға тиісті емес. Өйткені ол осы жиындан тыс жатыр. Енді осыны жазып кетейік. Қалай екен? Мысалы, 3,1 саны А жиынына тиісті ме? Тиісті. Қандай символды қоямын? Бірінші символды қоямын ба, әлде екінші символды қоямын ба? Бірінші символды. Келесі.
мына человечек біздің а жиынына тиісті ма? Тиісті. Тиісті. Келесі. 5 деген санымыз Б жиынына тиісті ма? Б жиынына. Б жиынына тиісті емес. Келесі. Гүліміз ол А жиынына тиісті ма? Жоқ. Тиісті емес. Ал машинкамыз Алтында болады ма? Зонда. Ой, ТЖБ-да. Сондай сұрақтар болады ма? Так, мына машинкамыз А жиынына тиісті ма? Иә. Тиісті. Так, А жиынына тиісті. Жақсы. Енді мысалдар қарастырайық. Бұл жердегі әрбір элементтің мына үшбұрышты түрде тұрған жиынға тиісті немесе тиісті емес екенін жазып шығу керек. Біз мына үшбұрышты тұрған жиынға бір атау берейік. Қандай атау берейік мына үшбұрышты жиынға? Қандай атау берейік? Қандай атау берейік? А. Былай берейік. Может, Т деген атау береміз. Бәрібір, бірақ та А деп атасаңдар, Т деп атасаңдар, біздің үшбұрышты тұрған жиынымыз Т болсын. Любой буква. Латын алфавитінің кез келген әрпін беруге болады. Тек мынандай ат беруге болмайды. Мысалы, мына Т деп, мысалы, мынандай кішкентай А деп беруге болмайды. Түсінікті ме? Қате болып саналады. Ол қате болып саналады. Әрине қате болып саналады, егер мен айтып тұрсам солай. Тек латын алфавитінің бас әріптерін бересіздер деп. Т жиынына тиісті немесе тиісті емес элементтерін жазып шығу керек. Қараңыздар. 3 деген санымыз тиісті ма? Т жиынына. Тиісті. Тиісті. 5,1. Тиісті. Гүліміз. Тиісті. 8-іміз. Тиісті емес. Мына символды сызып тастаймын. 7 деген санымыз. Тиісті емес. Тиісті емес. Ағая, можно сказать, что Т тиісті Т-ға? Т тиісті Т-ға? Да. Оның басқаша атауы бар, біз оны әлі өтеміз. Ол ішкі жиын деген тақырып. Енді қараңыздар, егер сіздер былай жазатын болсаңыздар, мысалы мына гүлді былай жазатын болсаңыздар, гүл және былай жазатын болсаңыздар, тиісті. Тиістіні керісінше жазатын болсаңыздар, бұл қате болып саналады. Өйткені айтып тұрсыздар сіздер Т тиісті гүлге деп. Ол қате болып саналады. Түсінікті ме? Былай жазуға болмайды. Жақсы. Енді келесі мысал көшейік. Екінші мысал, жиын элементтерін тізіп шық дейді. Кәне, біріншісін оқиық. Біріншісін кәне Гаухар оқыш. 7-ге еселік болатын сандар жиыны. Осы жиынды тізіп шығу керекпіз. Қараңыздар. Біріншісі. Енді қараңыздар, жиынды былай белгілейді. Жаңа бас әріппен белгілейміз де, мысалы латынның келген бір бас әріппен. Қандай ат қоясың? Гаухар, бір латынның бас әріпін. Г деп қойып па? Гаухардың жиыны болсын. Ең дейсіздер.
тең дейсіздер. Сосын фигуралық жақшаны ашасыздар. Мынандай фигуралық жақша ашасыздар. Осы фигуралық жақшаның ішіне сіздер элементтеріңізді тізіп шығасыздар. Жақсы, кәне бастай ғой. 7, 7, 14, 14, 28, 28, 70. 28 деген қандай бізде? Амында 28. 28 мен 30 по бір ұтыста кеттің ғой сен. 21. А тут нужно по порядку, да? Иә. 21, одан кейін 28, 8. 35. Енді қараңыз, Қырық екі. біз шексіз жалғаса береді, біз оның барлығын жазып отыра алмаймыз, сондықтан біз үшін Троеточие. Иә, И жақша жабылады. және жақша жабылады. Сонда біздің 7-ге еселік сандар жиынымыз міне мынау. Келесі бізде кім оқиды? Кәне. Санжар барсың ба? Бар. Кәне, екіншісі сенікі. Жиынға атау бер, қандай атау бересің? Д. Жақсы, Д болсын. Тең дейсіңдер, қараңыздар. Фигуралық жақшаны ашамыз. Жақсы, жай сандар жиыны. Кәне, ең бірінші жай санымыз қандай? Жалпысы жай сан деген қандай сан? Жай сан деген қандай сандар, Санжар? Жай сан ол 2-ге бөлінетін. Жоқ. Жай сан деген, Санжар, ол Санауда өзіне қолданылатын сандар. жай сан деп біз тек өзіне және бірге бөлінетін сандарды айтамыз. Мысалы 11. 11 тек бірге бөлінеді және 11-ге бөлінеді. Ол жай сан. Ең кіші жай сан қандай? 1. Так, біз бірді жай сан деп алмаймыз, басында өттік. Одан кейінгі жай сан қандай? Ең бірінші жай сан, ол қара Санжар 2. 2 қандай сандарға бөлінеді? 2. Және 1. так. Одан кейінгі жай сан 3. 3. Одан кейінгі жай сан 4. 4 қандай сандарға бөлінеді? 4-ге және 1-ге. 2-ге бөліне ме 4? Және 2-ге. О, 2-ге. Демек ол жай сан бола ма? Жоқ. Одан кейінгі жай сан қандай болады? 5. 5 жай сан бола ма? Иә. Болады. 5-тен кейінгі жай сан қандай? 7. 7. 7-тен кейінгі жай сан? 11. 11. 9. А 9. 9 3-ке бөлінеді. А 9. Тағы сол сияқты жалғастыра береміз. Фигуралық жақшамызды жабайық. Бұл бізде жай сандар жиыны. Келесі. Үшіншісі. 13 может. Кәне, Мерей барсың ба? Бармын. Кәне, жиынға қандай атау бересің? Қалай? С. С? Мынандай С ма, әлде мынандай ма? Сондай. Жақсы. Тең. Кәне, фигуралық жақшаны жазамыз. 24 санының бөлгіштерінен тұратын жиын. Ол қандай сандар? 24-ке бөлінетін. Иә. 24-ке бөлінетін емес, 24-ті керісінше бөлетін сандар. Ол қандай сандар? 24-тен үлкен. Жоқ, 24-тің бөлгіштері деген сөз 24-ті бөлетін сандар. 24, 48. Ол еселіктері. Мысалы, 24 қандай сандар? 48. 24 қандай сандарға бөлінеді? 6,
Иә, 6 3-ке бөлінеді. Сол сандар сендерде бөлгіштер. Кәне, бастайық. Ең кішісінен баста. Ең бірінші қандай санға бөлінеді ол кіші? 2, Жоқ, одан да кіші бар. 1, 1 әрине. 24 1-ге бөлінеді. Тағы қандай сандарға бөлінеді? 2, 2-ге, сосын 4-ке. 3-ке бөліне ме? Иә, бөлінеді. 3-ке, 4-ке. Иә, 4-ке, сосын 6-ға, 6-ға, 8-ге. 8-ге, 12-ге бөліне ме? Бөлінеді. Ең соңғы сан қалды, ол қандай сан? 24. Иә, өзі. Жазып шықтық. Келесі. Кәне, кім бізде айтады? Энжу барсың ба? Энжу, кәне, жиынына атау бер, қандай атау бересің? Қалай? Л? Иә. Жақсы. Кәне, енді оқынады. 4-шісін. Бесін 5А 3-ші топ сынып оқушылар Неге? Мына ғой. 4-ші. 5А 2-ші топ сынып оқушылар жиыны. Кәне, фигура жоқшаны ашайық. Кәне, айтып шық, ол Ағай. қандай оқушылар? Ағай, Энжу. бізде 3-ші топ жоқ қой. Қазір күте тұр, Гаухар. Кәне, Энжу, айтып шық, ол қандай оқушылар бізде? 2-ші топта. Қалай білесіз, мына жерге нелер жазамыз? Оқушылардың есімдерін. Дұрыс, оқушылардың есімдерін. Кәне, Энжу, айтып шық. 2-ші топта кім бар бізде? Мерей, Мерей. Сосын. Кәусар, Сар. Сосын. Аңсаған, Тағы. Аңсар, Аңсар. Сосын. Энжу, Тағы. Санжар, Тағы. Гаухар, Тағы. Адил, Тағы. Ибрахим, Тағы. Лазым, Болды ма? иә. Қараңыздаршы, барлығын айтып болдық, барлық оқушыларды айтып шықтық па? Айсұлтан, Айсұлтан бар екен, Адина, Болдық па? Иә. Жақсы. Мен онда мына жерде фигуралық жақшаны түсіндірейін, оны былай жерде. Бізде жиынымыз үлкен болып кетті мұнда. Мен былай жазайық. Үлкен жақша алайық. Так, жақсы. Кәусар, барсың ба? Бар. Кәне, 5-ші пункт сенікі, оқи қой. 5-ші А сынып 3-ші топ сынып оқушылардың жиыны. Жақсы, атау бер, қандай атау бересің? П. П болсын. Жақсы.
Айта қой, ол қандай элементтерден тұрады? Ол жиын. Элемент жоқ. Элементі жоқ, дұрыс. Демек, элементі жоқ қандай жиын? Бірде бір элементі жоқ жиынды қалай айтаймыз дедік бағана? Бос жиын. Дұрыс. Бос жиын. Біз оны белгілейміз. Былай дөңгелек, сосын оны сызып тастаймыз. П жиында бірде бір элемент жоқ. Жақсы.